армысыздар. Біз мектеп жасына дейінгі және де олардың ата-аналарының қатысуымен өтіп жатқан шебер әке, өнерлі ана және де еңбекқор бала атты қолдан жасалған бұйымдардың республикалық байқауына қатысушы Шымкент қаласы номер 59 Айша Бөбекжай балабақшасының қатысушылары Балдәурен тобынан мен анасы Сүйіндік Назерке Ақшабекқызы және менің қызым Сабыр Медина Мейрамқызы Айша балабақшасына келемін. Қандай топқа барасыз? Балдәурен. Апайларының аттары? Гүлшат Зухолықызы, Фариза Перуқызы. Бүгінгі бізге берілген тапсырма, яғни тақияны кестелеу. Біз бүгін тақияны кестелейміз. Міне, бұл қызым саған арнайы тақия. Біз сақтық шараларын сақтау мақсатында арнайы балаға пластмас, қолға балаға кірмейтін, міне пластмас ине. Енді қызым, бізге тақияны ең бірінші кестелеу үшін қандай құралдар қажет? Сізіп керек, қайсы керек, ине керек. Жарайсың. Тақия туралы қызым, қандай мәліметтер білесің? Тақия бұл? Тақия бұл қазақтың ұлттық бас киімі. Тақияны кімдер киеді? Апалар киеді, әпшелер киеді. Аталар, сосын қыздар да кие ме? Қыздар киеді, тағы да? Балалар киеді. Тақия туралы қандай қызықты мәліметтерді білесің? Тақия бұл қазақтың ұлттық бас киімі. Сосын тақия туралы жаттау білесің ба? Қандай жаттау білесің? Тақия бағбасында киіп баса арасында әдемі ою төгілген Сән береді сасына. Жарайсың қызым. Біз бүгін тақияны кестелеуді, яғни үйреніп жатырмыз. Қызыма да тақияны кестелеуді дәріптеп жатырмын. Бұл кестелеу, яғни бізде ерте ата-бабаларымызда киімдерін, сырт киімдерін, шапандарын, бас киімдеріне әртүрлі өрнектер салу үшін бізде осы атадан бабаға келе жатқан өрнектердің бір түрі. Біз қызым екеуміз бүгінгі алған тапсырмамыз тақия болды, кестелеу болды. Міне, қызым, қарашы, яғни сенің басындағы бас киімді қандай әдемі, басындағы бас киімді қандай сипаттап берші маған, қара. Күші болады, оюлары болады. Бұл неден жасалынған? Матадан. Матадан жасалынған. Енді қара, біздің алдымызда аталардың, әпшелердің тағы да бас киімдер жатыр, Кәне, бұл аталардың бас киімде? Аталардың бас киімі бұл. Аталардың бас киімінде көбінесе қандай түстен болады? Көк, сары, жасыл болады, көк, қара болады. Ал қыздардың бас киімі? Қызыл, қоңыр. Міне, бұл біздің кестелеудің өнеріміз, яғни атадан бабаға келе жатқан әртүрлі киімдерді, бас киімдердің барлығын әдемі ою-өрнектер салумен жасалынатын кестелеудің бір түрі. Бүгінгі бізге берілген тапсырма осы кестелеу өнері. Біз кестелеуді, яғни тақияны кестелеп жатырмыз. Тақия бұл жай ғана бас киім емес, бұл ежелден келе жатқан ұлттық бас киім, қызым. Тақияны қандай мерекеде киеміз? Наурыз мерекесі. Балдар да тақияны қандай кезде киеді, кішкентай балаларға? Суық кезде. Суық кезде суықтан қорғану үшін, басы жылы жүру үшін кигізеді, жарайсың. Тақия бұл біздің жай ғана бас киім емес, бұл ежелден келе жатқан ұлттық бас киімдеріміздің бірі. Сол себепті біз бұны тек қана ұстап емес, әрине сақтап, ұлттық құндылықтарымыздың барлығын сақтап жүруіміз керек.